Қайырлы күн баршаңызға. Менің есімім Кенжетай Данияр. Мен осы Большой Чураковка ауылының тұрғынымын. Осы жерде оқып, білім алып жатырмын. Қазіргі таңда біздің ауылымыз көркейіп, дамып келе жатыр. Түрлі мәдени ғимараттар салынып жатыр. Әрине бұл кім үшін? Әрине ол біз үшін. Ендеше біздің ауылымыз туралы әрі қарай ақпараттар білеріңіз келсе, мен сөз кезегін өзімнің әріптесім Дариғаға беремін. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлем достар, мен Дариға. Ауылымызда сәнді ғимараттардың бірі жаңадан салынған мәдениет үйі. Мәдениет үйі туралы білгіңіз келе ме? Онда менімен бірге жүріңіз. 2025 жылдың басында Қостанай облысы Алтынсарин ауданына қарасты Большая Чураковка ауылында көптен күткен жаңа мәдениет үйі салтанатты түрде ашылды. Бұл ауыл тұрғындарының шығармашылықпен айналысуына, салауатты өмір салтын ұстануына және бос уақытын тиімді өткізуіне арналған үлкен мүмкіндік. Мәдениет үйінің ең белсенді үйірмелерінің бірі би үйірмесі. 22 қатысушыдан құралған топты талантты хореограф Ғалым Бертағұлы басқарады. Ұлттық өнерді ұлықтау мақсатында ашылған домбыра үйірмесіне 4 жас қатысады. Жастар бос уақытында үстел теннисімен де шұғылданады. Мекемеде 9 қызметкер жұмыс істейді. 2 тех қызметкер, 3 күзетші, 1 ғимарат қызметкері, 1 хореограф, 1 әдіскер және 1 мәдени ұйымдастырушы. Қазіргі заманға сай жабдықталған фитнес залында күніне ондаған адам жаттығады. Силовые тренировки үйірмесін білікті жаттықтырушы Недорезов Дмитрий жүргізеді. Бұл топқа ерлер 14 адам, әйелдер 9, қарттар 10, балалар 20 адам қатысады. Бұл ауылдың тыныс-тіршілігіне серпін берген, жаңа мүмкіндіктерге жол ашқан мәдени ошақ. Большая Чураковка мәдениет үйі өнер мен спорттың тоғысқан орталығы. Балалардың зияткерлік қабілетін дамытатын шахмат үйірмесімен қатар спорттық бағыттағы үйірмелер де жолға қойылған. Еркін күрес үйірмесіне 21 жас спортшы қатысады. Жаттықтырушысы Мамаев Ерлан, ал джиу-джитсумен айналысатын 15 баланың жаттықтырушысы Харатокенов Батырхан. Достар, дәл қазір біздің ауылымыздың жастары осы алаңды тазалап, жұмыс істеп жатыр, солармен сұхбаттасатын боламыз. Арслан, жалпы сен осы ауылымыздың қандай болғанын қалайсың? Сәлеметсіздер ме? Мен бұл ауылдың таза болғанын қалаймын. Біз осы жасы ел жауынгерлермен осы алаңды жинап жатырық, оны тазалап, қоқыстарын жинап, шөптерін жұлып, сосын және де осы ауыл күннен күнге дамып жатқанын білемін. Ғимараттар салынып жатыр, жаңа үйірмелер, спорттық және өнерге де бар. Жалпы осы ауыл күннен күнге дамып келе жатыр. Мен оған жалпы қуаныштымын.